Musa aleyhisselam сол кісі Алладан сұрапты, Аллахым, бір адам құлшылық жасаса, сен оған не дейсің деп, ләббай деп айтамын дейді. Дәл осылайша бірнеше құлшылықтарды айтады. Ораза тұтса не дейсің, намаз оқыса не дейсің, мысалы, садақа берсе не дейсің, оның барлығына ләббай деп айтамын дейді. Ал егер сенен кешірім сұраса бір адам алдыңа келіп, не дейсің десе, 3 мәрте ләббай деп айтамын деген. Сосын сұрайды ғой, неге 3 мәрте ләббай? Сонда Алланың әсем жауабы. Алла тағала айтады. Кім намаз оқса, ораза тұтса, садақа берсе, сол садақасына сеніп, немесе соған үміт артып менен сұрайды. Дұрыс па? Мен істеп қойдым ғой деп соны ортаға қойып барып сұрайды. Ал кешірім сұраған адам нені қояды? Күнәсін қоя ма? Ешнәрсені қоймайды. Менің алдыма екі қолы бос күйінде келеді дейді. Менен басқаға сүйене алмайды да дейді.